Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен төменгі жақ сүйегі ос мандибуляны талдаймыз. Ол бізде денесі корпус мандибулядан және бұтақтары рамус мандибулядан тұрады. Денесінің өзі негізгі бөлігі, негізі парс, базис мандибуля және альвеолярлық бөлігі парс альвеоляристен тұрады. Денесінің алдыңғы бетінде иектік шығыңқы протуберанта менталис орналасады. Одан екі жаққа қарай иектік төмпешік туберкулум ментали жалғасқан. Бұдан латеральда форамен ментали иектік тесік орналасқан. Бұл иектік тесік төменгі жақтық өзекшек каналис мандибуляристің сыртқы тесігі болып табылады. Парс альвеолярис тістердің ұяшықтары альвеоля денталис орналасады және арасындағы пластинкалар, яғни табақша септа интеральвеоляри болады. Денесі мен бұтағының қосылған жерінде ангулюс мандибуля, яғни төменгі жақтық бұрыш болады. Оның сыртқы бетінде шайнау бұлшық еттерінің бұдыры тубероситис мессентерика болады, ал ішкі жағында қанат тәрізді медиалды бұлшық еттердің бекитін бұдыры тубероситис птеригоидея орналасқан. Рамус мандибуля яғни бұтақтарының жоғарғы бөлімінде инцизура мандибулярис деп аталатын тілік орналасқан. Ол тілік екі өсіндіні бөліп тұрады. Айдаршықтық өсінді процессус кандилярис және тәждік өсінді процессус короноидеус. Процессус кандилярис айдаршықтық өсіндінің басы капут мандибуля және мойны колюм мандибулясы болады. Ішкі бетінен қарағанда дәл ортасында септа менталис иектік қылқан орналасады. Одан төмен екі қарыншалық бұлшық еттің алдыңғы қарыншасының шұңқыры фосса дигастра орналасады. Ал бұдан латеральды жақ тіласты сызығы линия милохейдея орналасқан. Одан жоғары тіласты шұңқыры фавео сублингуалис және ал одан мына сызықтан төмен төменгі жақтың сілекей безінің батыңқысы фавео субмандибулярис орналасқан. Сонымен қатар ішінен біз ішкі тесік форамен мандибуля, төменгі жақтық тесіктің ішкі тесігі, кіреберіс тесігі, ол ары қарай каналис мандибуляға, яғни өзекшеге жалғасады. Одан жоғары лингуля мандибуля, тілге ұқсаған өсінді көріп тұрмыз екі жағынан. Оны лингуля мандибуля деп атаймыз.